Көкшенің ұлы Қосай әкесінен 3 жаста жетім қалды. Сол уақытта Сарыбай деген бай болды. Алтылының ортасында оның Қарабек деген жалғыз қызы болды. Көкшенің жасы 5-6-ға толғанда шешесімен еріп Сарыбайдың үйіне барды. Сарыбайдың қызы Қарабек Қосайдың шешесінің қолтығына бір нәрсе салып жіберді. Ол затты шешесі үйіне келіп қарайды. Қараса, Қосайға өңкей жібектен тігілген киім екен. Сол киімді киіп Қосай төңірегіне қарады. Қосайдың Селім деген құлы бар еді. Соны Қосай шақырып алып, бар, Қарабекті маған айттырып кел деді. Сонда құлға Сарыбай, неге келдің тума деді. Сонда тұрып Селім, әй Сарыбай, елтпеге келіппіз, ер мен байдың баласын телітуге келіппіз деді құл. Сонда Селім құлды жылатып сабады. Таяқ жеген құл Қосайға қайтып келді. Сонда Селім құлға Қосай, аға не қылып келдің деді. Әй не қылғаның құрсын, таяқ жеп өліп келдім деді. Сені жарлы деп қызым бермеймін деді. Мал жоқ десе 100 бидалы нартайлағымды алсын, жез тұяқты жиренсемді алсын, күміс тұяқ күреңшемді алсын. Мал десе бұған берсін, ер десе маған берсін, барып соны айт деді Қосай. Құл тағы кетті. Келіп манағы сөзді айтты. Әй Сарыбай, елтпеге келіппіз, бай мен ердің баласын телітпеге келіппіз деп тағы айтты. Манағы сабау ма? Сонан соң не бересің деп сұрады. Сонда құл айтты. Қосай жез тұяқты жиреншемді алсын, күміс тұяқты күреңшемді алсын, жез бидалы нартайлағымды алсын. Мал десе соған берсін, ер десе маған берсін деп сәлем айтты деді құл Сарыбайға. Сарыбай оған да қызын бермеді. Селім қайта Қосайға келді. Сонда Қосай шамырқанып шамданды, буырқанып бұрсанды. Мұздай темір құрсанды, Жарлыбай деп бөлген соң өз-өзінен долданды. Сонда тұрып ер Қосай Селімге, күміс тұяқты күреңшемді алып кел деп бұйырды. Тұяғай күреңдің ай, сонда да Қосай ай ерледі. Үйде де тұрғанда ақсауыт, оғанда жақында барады, үстіне күйіп алады. Ағын айзасын ер Қосай тағы да қолға алады. Балдағы алтын күміс болады, оны да белге шалады. Дуылға киіп басына атқа да таманда барады. Атқа да мініп алған соң қасына келіп анасының балаға айтқанда сөзі мынады. Айналайын перзентім, ере келсең айыл алған, ой көкші батыр атаңыз жас кезінде ер болған, дұшпаннан барып кек алғанда жер алған. Тірі кезде ер көкші айтарлықта ер болған, 90 баулы ноғайдың қатыны менен баласы, соң тұрып дем алған. Атаң көкші ереді, сол секілді шереді, төбесі шоқты қалмақты талайда сүйреп жебеді. Жалғыз туған перзентім, қасыңдағы анаңды тастаймысың ай сен деді. Атқа да міндің ай кетерсің, тірі болсаң ай перзентің. Ей дұшпанға қайрат етерсің ай, артыңдағы ай анаңызға ай қараңыз. Атқа да мініп сен алдың, Алла болсын панаңыз. Сізден басқа аз еді біздің де туған баламыз. Күмісті тұяқ күреңші малдан шапса қалмаған. Біраз айттым ай сөзімді, өзіңді ғана аңдағын.
Hayırlı bulsun safarың, қай заманда келесің, енді бізге сен деді. Яйдайы, 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 яйдайы. Сонда Қосайда сөйледі, сөйлегеннің ай не деді? Барарда жерім сұрасаң, 3 айшылық жол еді. Жерінің атын сұрасаң, 3 бөкенбай деп еді. Көп кешігіп қаламын, Алтайларда келемін, қалмақта деген ел деді. Өзі де байтақ ай жер деді. Ай тәңір оңғарсаң ай сапардың, ай барамын соған мен деді. Қош айтысыптан ғанамен сонда Қосай жөнелді. Күн түнде қатып жол жүрді, қисапсыз жолда мол жүрді. Құйынғайын бұрқырап, атқанда оқтай сырқырап, күмісте тұяқ күреңші, аяқта басып жол жүрді. Жазылып белі бөгілсе, жер бауырың ай сөгілді. Омырауданда аққан тері жаңбырдай жауып төгілді. Ұшқанда құстан кем емес, жер басқанға тең емес. Бірнеше айлар жүреді, жапан түзді ер Қосай, жалғызда жүріп келеді. 1-2 ай болғанда көрді де елдің де қарасын, көрген соң елдің қарасын. Астындағы күреңші қос құлағын қадады, ылдида демей сай демей ырғып та кетіп барады. Сүйдегенше болмай-ақ шетіне елдің де ер Қосай, барып та сондан ай қалады. Айналасы да тау екен, ей тауға да шығып ер Қосай, ай жиылған сондай елдердің айналасында қарады. Бұл екен елдің қарасы, байтақта жатқан ел екен, шамасын соның қарашы, абайсыз жатқан ел екен. Барып та қалды қалаға, есен серек қалмақтың, аралады да елдерін. Білейін деп шамасын, қаланың ішін қаралап, елеусіз болып жүреді. Ара тоқтуған ереді, қаныңда тұрған ордаға, сол жүріспенде келеді. Жақында келіп ордаға, батырда ойға қалады. Яйдайы, 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 яйдайы. Қанға барайын, ер билерін жинасып, қанына хабар салайын деген оймен қанға келіп айтып атырғаны. Ей жатырмысың сен деді, келдім саған мен деді. Ай ол құрымнан іздеген мен ноғайдың ер деді. Ей атамның атын сұрасаң, Көкше батыр атанған ноғайлыдан асқан ер еді. Менің атым ер Қосай, келгенім сізге табасай, келдім саған мен деді. Еліңді жисы қанымыз ұрсамыз десең сен деді. Батыр мен жиын бектерін 3 күн бердім рұқсаттай, 3 күннен егер қалсаң сені салайын саған ойынды. Көп әскермен Серек батыр Қызылбасқа кеткен екен. Орнында Есенған қалады. Ол халқын жинайды. Есенған 300 кісімен Қосайға келіп сөйледі. Келгеннен соң сен деді, 300 кісі әскермен білейін деп шамаңды аттанып келдім мен деді. Асылыңды сен айтшы, ай тезінен жауап бер деді. Ай сонда Қосай сөйледі,
асылымды сұрасаң, дін мұсылман елде дай, асылдан бергі сұрасаң, Қырықсан қырым елінде, Ноғайлы деген елде де, әкемнің аты Ергөкше, Ергөкшенің барында қылжалаулы сен қалмақ болғансың сонда жем деді. Менің атым Ерқосай емеспін саған тең деді, айдамен болса сен қалмақ жекпе-жекке кел деді. Сонда қалмақ жапырдай, аққан судай сабырдай, жекпе-жекке келмей ақ сонда Қосай ақырды, қалмаққа салды ойындай. 300 кісі кәпірдің шығаруға тойыңды, 3 күн салып жағалас, қалмақтың көбін қашырдай, қуып қырдан асырдай. Жетім жесір көп қалды, ірі ерлер өлген соң, қуып жолға мал салдай. Оның кеткен шағындай, артынан оның бір кемпірі, қолында бар орағы, қалды келіп жақындап, келе салып ол кемпірі, Қосай батыр ердеді. Малды иесіз деймісің, иесі келер оныңдай, сауындығымды берді дайы. Қосай артық ереді, 30 құлынды бие босатып, ол кемпірге береді. Сөйтіп Қосай жөнелді, неше күндей жол жүріп, еліне қайтып келеді. Қосай құлдарға сендер кейін келерсіңдер деп ілгері озып жөнелді. Және мынаны айтты: алдарыңызда 6 ақ үй тұрар, соның биесінің желісін ағытып өздерің жылқыны қуып кетіңдер. Егер 6 адам шықса ұрып жығыңдар деді. Қосай шауып келсе төбенің басында Сарыбай отыр екен. Сонда Сарыбай: қайдан келе жатқан адамсың деп сұрады. Сонда тұрып ол адам: мен кешегі Ерқосайдың жорығына кетіп едім, шіркін ер екен, ер де болса өлді-ау депті. Сарыбай: өлсе жатсын, менің қызымды алам деп әбден мазамды алып еді деді. Сонда Қосай қымызы ішейін деп Сарыбайдың үйіне келді. Сонда Қарабек сұлу тұрып аяққа қымыз құйды. Әуелі әкесіне құйып берді, сонан соң шешесіне құйып берді. Ол екеуіне толаяқ берді. Сонан соң Қосайға ортаяқ құйып берді. Сонда Қосай Қарабекке қарап сөйлей бастады: әкеңе бердің толаяқ, шешеңе бердің толаяқ, маған бердің ортаяқ, күндердің күні болғанда шекеңе тиер талтаяқ. Сонда Қарабек сұлу айтты: әкеме берсем толаяқ, әкем малдың иесі, шешем қара сабаның иесі, саған берсем толаяқ, ұрар астың киесі деді. Сонан соң Қосай үйіне барып жата берді. Бір заманда артынан шаң көрінді. Сонда Сарыбай тұрып: алла қанжау құрай, мана Қосай болып артынан келе жатқан әскері болмаса игі еді деп Сарыбай іштей қауіптенді. Соны айтып ауыз жиғанша болмай-ақ әскер келіп қалды. Олар келген бойда жылқының бауын ағытып болып жылқыны қуып алып жөнелді. Сонда үйде отырған 6 баласы 6 қолағашты алып жүгіріп шығып еді, 6-ауын 6 жерге ұрып жығып кетті. Олар жылқыдан дәмесін үзді. Сонда жылқы Қосайдың жылқысымен бірге тұра берді. Сарыбай Қосайға келейін десе қорықты, келмейін десе жылқы кетті. Сонда Сарыбай қызына келіп: балам, мына жылқыны қалай аламыз деп Қарабекпен ақылдасты. Сонда Қарабек сөйледі: 7 қанат ақ отау ол түрулі тұрады, қасына барып өт деді. Қосайға барып сөйлеспе, қара сабам қаусады, сары сабам саусады. Алған жарың Қарабек ол да болса сусады. Соны айтып Атажан қасынан өтіп кет деді. Сонда Қосай: менің қалың малыма малыңды қоса бер деді. Сарыбай мұның айтқанын мақұл көріп соған кетеді. Барып тұсынан сөйледі: қара сабам қаусады, сары сабам саусады, алған жарың Қарабек ол да болса сусады деп Сарыбай Қосайдың тұсынан өтіп жүре берді. Сонда Қосай тұра келіп: мына Сарыбайдың жылқысын түгел жиып, және 40 құлынды бие жиып беріңіз деді. Сол 40 құлынды биені қосып Сарыбайдың жылқысын айдап апарып берді. Бір кезде Қосай үйінің киізін түріп ұйықтап жатыр еді, жез тұяқты күреңші үйінің сыртынан келіп тебеді. Сонда Қосай: неге келдің жануарым, сөйлей бер деді. Сонда жез тұяқты күреңші тұрып сөйледі, сөйлегенде бүйтеді: әй Ерқосай, Ерқосай, алтын тұрман күміс жүген өзіңде сенің бар деді. Үстіме менің сал деді, ойлап едім мен сорлы. Қарабекті сұлуға қалыңды ойнап барар деп. Енді уақыт тар болды. Елің шапқан қалмақтың батырлары сор болды. Астыңа мені мін деді, жауға қайрат көрсетші. Соған таман жүр деді. Ендігісін өзің біл, естіртуге хабарды саған келдім мен деді.
Сонда Қосай атқа мінейін деп барып жез тұяқты күреңшені ерлеп, ерін тегіс үстіне салып болған соң үйден қару асынып үстіне сауытын киді. Қосай атқа мінді деген соң тұтасып жатқан 9 кісі де олжалайын деп жүрді. Баяғы шапқан ерлерден, сондай алыс жерлерден шыққан екен 1000 кісі, елінің өңкей іресі. 9 кісі әскермен келді Қосай алдынан. Сонда 1000 кісі әскер 10 кісіні қамай тұра қалып, сен кімсің, бізге Қосайдың елі керек деді. Сонда Қосай сөйлегені: Ноғай деген ел еді, Қосайда артық ереді. Ай, Қосайға барсаң күлесің, Қосайдың бар ма елені? Ай, жатқан оның жеріне, жиналған оның қолы бар. Егерде қалмақ көп келсе, шабамын деген Қосайда бар еді ондай ой деді. Сонда қалмақтың біреуі Қосайға қарап сөйледі: Қосай болмас сен деді, аты жөнің дұрыс айт, боласың кімсіз деді. Сонда Қосай сөйледі: мен Ноғайлы ел едім, 9 кісі қасымда, егер қалмақ мен көрсем, алайын деген ер едім. Атамның аты Ергөкші, өзімнің атым Ер Қосай. Іздеп шықсаң сен қалмақ, сол Қосайың тап осай. Сонда тұрған 1000 кісі ай, сонда тұрып жапырдай. Ала құйын шаң болды, жапырған жерде баршасы. 9 кісі жолдасы, қалды көліп қарашы. Қосайдың өлді жолдасы, қалды сонда олжасыз. Батыр Қосай қарашай, үстіне күйген шарайна. Басында бар дуылға, қолына ұстап ақ найза. Бір қолында қылышы, тарылмады қарасам. Қосай батыр тынысы, жауар бұлттай түнерді. Айда қардай ысқырды, ең қалмақты тықсырды. Астындағы күреңші, тарылмады оның да. Білінді сондай жүресі, үстіне күйген шарайна. Шапса қылыш өтпедай, салса найза батпадай. Таусылды сонда бір айла, өтпесін қылыш білгесін. Сонда қалмақ қашады, ердің бісі басады. Жарағы қанға тояма, қашқан жауды құтқарып. Жез тұяқты күреңші, жетпей оған қояма. Талайын оның өлтірді, 1-3-4 күн болғанда қалмақты қырып болады. Шет жағында қалмақтың тұрып жалғыз қалады. Мүйізі бар басында, найзасына сүйенген жалғыз. Сонда қалмаққа Қосай батыр барады. Қосай жетіп барғанда, жирен аттың үстінде найзаменен көтеріп Ер Қосайды алады. Сонда Қосайға сөйледі: ей Ер Қосай, Ер Қосай, қайратыңның болғаны, танып шіркін қалғаны. Ай, осы меді Ер Қосай. Сонда Қосай сөйледі: әй ит қалмақ, ақылыңның танғаны. Үстіңді едім бұрындай, әлі мынау Қосайдың басыңнан сенің боласып, төбеңе ойын салғаның. Қосайды жерге түсіріп, сонда қалмақ сөйледі: әй Ер Қосай, Ер Қосай, болайын деймін сенімен, қияметтік мен досай. Қалмаққа сен келгенде өлтірер едім мен деді. Біздің елді шапқанда шешем менің келіпті. Менің мынау шешеме астына ат беріпсің. Шөлдесе сусын ішіндеп, құлынымен қосақтап. Биенің сондай 30-ын шешеме менің беріпсің. Адам құрлы көріпсің, адам маған кетерде. Мынау сөзді ол айтты:
ой балапан шырағым, ер Қосайға сен барсаң, тигізбе қолың сен деді. Егер қолың тигізсең, болмаймын шешеңден деді. Сөйтіп маған сөйледі, тимей тұрмын мен деді. 9 кісі өлді деп, еліңе бар сен деді. 1000 кісі менен өлді деп, Қосай артық ерді деп, барайын елге мен деді. Мидай жазық талада екі батыр болды дос, көңілдері ерлердің бір-біріне болды қош. Айырылысып екеуі енді еліне қайтуға аттың басын бұрадың. Ой, ой, сол уақытта Қосайға еліңді қалмақ шапты деген хабар келеді. Сонда туған ер Қосай еліне өзінің бара алмай, сүйген жары Қарабегі жолығып жауап бере алмай, арманда болып ол кетті шырай жүзін көре алмай. Ай алла салды бақытыма, ай жапанда кетіп қаламын, жолдасым жоқ қасымда, тәуекел іске бел байлап кеткен жауған анасың. Ай барша халық келеді, ай батыр Қосай оны ойлап, астындағы атына сонда батыр сөйледі. Ал астыма менің мінгенім жүз тұяқты жиренше, анам менен анам алымды айырып соны келгенше, жаны қарғадым аша көр, алдымдан қара көрінсе, жылдам ұстап баса көр. Ол қалмақтың еледі ай сүмбе темір алаңдай, қалмақтың жатқан жеріне барсаның еді жағасы, сол жаққа да кетіпті зұлым қалмақ баласы. Залымдығын қарашы, ұстанын айза қолына, Қосайдайын батырдың жұлдызы туды оңына. Жез тұяқты күреңші құлаштабадым ашады, аяғын жылдам басады. Ұшқан құстан кем емес, жер басқанға жаны бар, сірә ол бір тең емес. Алыстан қара көрінсе жетейін деп үңілген, жазылып беліп бүгілген, қайыстайын созылып жер бауыры сөгілген, омыраудан тере төгілген. Неше күндей жол жүрді, жетемін деп ол жүрді. Бір айға күні толады, жететін мезгіл болады. Жердің жазық таласын айға күні толғанда, тауға шығып өрлеген көрінді елдің қарасы. Ол көрінген қарасың 50 кісі қол өкен, қарауылда жатқан сол әркелсін бе ер Қосай. Келді сонда жақындап, алдынан шықты 10 кісі көрейін деп қараға. Елсізде адам көрген соң келмей оған тұрама, әркелмеді жағалап келген жалғыз қарғаның тұра қалды қамалап. Ортасында қалмақтың жалғыз Қосай тұрады. Сен кімсің деп Қосайдан келіп сонда сұрады. Астындағы күреңің бала қалай іреңің, жауы бізге келсең сен жер астында шірейді. Әлпештеген сом жүрегің, келген кісі 10 деді.
құрысам десең жас бала саған болды жол деді. Маңдайыңда болды ма арылмайды сор деді. Қалмақтың келдің қолына құтыламын деген түсеме бала сенің ойыңа. Сонда Қосай сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Ал руымды сұрасаң Ноғай деген ел деді. Сол Ноғайдың елінде Көкше деген ер деді. Көкшенің ұлы ер Қосай, Баты деген батыр мен деді. Іздеп жүрмін қалмаққа, қалмақты барып қалмаққа. Қапа қалма сен деді. Елімді шауып кетіпсің, іздеп келдім мен деді. Сонда тұрып көп қалмақ, жау екенін білген соң, көшпендісі келген соң, қалмақ сонда жапырды, батыр Қосай ақырды. Араласып алған соң артындағы 40 кісі ода шапты айғайлап, араласып келеді. Қосайдан артық ереді, қылышын алып қолына дұшпанына сермеді. Көптігінен қалмақтың аттары тұрып кернеді. Ақберені жарғылдап талайының басын жояды. Қалмаққа салды ойынды, шығарды иттің тойынды. Қызыл жоса қан болды, кесіп сонда мойынды. Ер Қосайдың қолынан 30-ы тұрып өлген соң, 20-шы тұрып қашады. Ердің пісі басады, қорқып қалмақ сасады. Ақсемсері жарғылдап қашқанды да қуады. Қашқанға да мүшкіл туады. Қуа-қуа қалмақты еліне оның тағады. Жау жетті сонда деген соң, хан мырзасы бас болып 1000 кісі әскермен алдынан оның шығады. Алдынан сонда Қосайды толып жатқан жан шықты, барлығының алдынан келіп сонда қан шықты. Мына Қосайға келіп қаныңыз сонда бастап сөйлейді. Жапанда жүрген дарасы, қаңғырып қайда барасың, ай жас бала, жас бала. Ай татаң менен анаңыз білінсін бізге шамаңыз. Ай шамаңыз айды. Ал сонда Қосай сөйледі, өз дінімді сұрасаң мұсылман тобы еледім. Қарымды сұрасаң Ноғайлының ішінде 40 сан қырым еледім. Атам атын сұрасаң Көкше деген ер еді. Сол Көкшенің балғасы Қосай батыр мен деді. Мен кеткенде қалмаққа алыныпты қаламы, жау қолында кетіпті ақ сүт берген анамыз. Залым қалмақ сен дедің, іздеп келдім еліңді, істеуге саған көрімдің. Қалаңды шауып мен алып көрсетейін көлімді. Алуға келдім кегімді, тыңда қалмақ кебімді. Қалғандаймын қалаңды, шулатармын қатын балаңды, тарттырармын сазаңды. Сонда дағы қалмақ сөйледі, саған болды жол деді. Мынау тұрған көп әскері жиған біздің қол деді. Мықтымсынып сөз айтсаң қалады саған той деді. Мен Ноғайды көргенмін, және де көрдім. Сұрасаң Көкшенің тұрған қаласын, жесір қылып мен алдым елдегі қатын баласын. Барлық ерін қиратып алдыма салып айдадым, баққан сиыр танасын. Жылқы менен түйесін кек алам десең болсаң ер, отқа күйіп жанасың. Сонда Қосай сөйледі, ол күнде жоқпын мен деді. Қатын менен балаға мен жоқта келдің қалаға, ұрысуға келдім мен деді. Жекпе-жекке сен шықсаң, мықтым сынып тұрсаң да, өлесің сорлы сенді да, іздеп келдім мен деді. Алатын ерім сен деді.
жазық тоңның басындағы жиярмын қатын балаңды, қойман қалмақ мен деді. Көп кідіріп тұрмаймын, кезегімді бер деді. Егер берсең кезекті өлесің сорлы сен деді. Сонда қалмақ сұрадай жасың кіші баласың, бабаңдай кісі тұрғанда кезекті қайдан аласың? Қосай берді кезегін, тұрды қосай қасқайып, үстіне оның кигені, ішіне киген ақсауыт, сыртынан киді шарайна, басына киген дуылғаны. Қалмақ сонда оғатты, бірінші рет оғатты, жезді яқты күреңші, үстіндегі батырмен сонда бұғып қалады. Қалмақтың оғын байқасаң, жоғары кетіп барады. Екінші рет оғатты, жезді яқты күреңші жоғары қарғып асады. Оғы тағы танады, ерге тимей қалады. Үшінші рет оғатты, ат сонда бұлтарып оғы таппай қалады. Сонда қалмақ оғатты, үш оқты бірден босатты. Сонда Қосай сөйледі, ақылсыз қалмақ сен деді. Қолға кезек келген соң өлтірермін мен деді. Сонда қалмақ қақшиып, екі көзі бақшиып, екі бұты талтайып, ерміндеп тұрды қалшиып. Сауыты бар қалмаққа, сауыт бұзар оғалды. Садақты қолға қол алып, керіп сонда қозғалды. 12 тұтам оғалды масағына келдіріп, сондан қатып қалады. Тартып қалды қолоқты, қалмақ ердің қасы деп, қақ жүректің басы деп, жан денесі қосы деп. Қалмақтан өтіп кетеді ар жағында бір төбе, тостағандай төңкеріп, онан да өтіп кетеді. Ар жағында тауларға іркілмей оғы жетеді. Сонда қалмақ құлады, қалмақ сонда жапырды, аттан түсіп сұлады. Қосай келдіп ақырды, Қосайдайын еріңіз қаллалап ұран шақырды. Жапырғанда көп қалмақ, көк балдақтан еріңіз, қылышты сонда суырды, апшысын жаудың қуырды. Қалмақ жаман қысылды, қысылған сол уағында қан төгіліп қойнына, алмас дейіп мойнына. Талайы аттан жығылды, мұрттай үшті талайы. Қысылған соң қалмақтары аттан түсі қалады. Кетті сайды паналап, сөйтіп жүріп қалмақтар. Қалаға барды паналап, шығарды бәрін қаладан. Еңбектеп олар жүргенде бірнеше күн өлтірді. Қосай батыр қуалап артынан кетіп барады. Еліндегі халқына әрбір жерге тарады. Қосай батыр қалмаққа тажалдай ойын салады. Аллалаған даусынан отыраң алмай шешесі, үйден шығып жүгірді, баласын көзің танып ап, тұра алмады кідіріп. Шешесін көзі көрген соң тұрды батыр кідіріп. Шешесі сонда сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Жапанда тұрған терегім, сағынған күні керегім. Сен кеткен соң далаға, құйылды қалмақ далаға. Келген соң қалмақ қалаға, күн туды біздей анаға. Есім кетіп мен деген, тек жаным бар өлмеген. Отын алып от жақтым, жау қалмақты мен шақтым. Жатып ұйқы көрмедім, тек жаным бар өлмедім. Bir gör almay yüzüңді қолыным саған шөлдедім. Ішімнен шыққан шырағым, жүгіріп үйден мен шықтым. Қаллалаған даусыңды есіткен соң құлағым. Аман есен жүрмесің туған қайран,
шырағым ал көрдің бе қарағым қалаңды, іздедің бе дүние біздей сорлы анаңды, қатыны құрғыр ұрадай таяқпенен басыма, қарамайды ол кәпір төгілең аққан жасыма. Қабыл екен тілегім, жарылды менің жүрегім, құлынымның алдындағы ол Аллаға ризамын. Бітсе бүгін сүрегім, айналайын балам ай, қашан келдің қалаға, өзіңменен қарағым, келген қатар ер бар ма, ой жаны ашыған ел бар ма. Көрдің бе қалмақ қаласын, білдің бе құлдың шамасын, қамақ бойда қалағай күміс тұяқ күреңші, жез бұйдалы нартайлақ, бәрінен қалдым айрылып. Сонда қосай сөйледі, ай сөйлегенде бүйдеді, әй анамыз анамыз, жауынды күні панамыз. Алуға келген кегімді атадан қалған анажан, мен едім тұяқ балаңыз. Ой анасы сонда сөйлейді, қалмақты жина сен деді, елден хабар қалдың ба, перзентім едің сен деді. Сонда қосай сөйледі, ел шетіне барғандағы, қалмақтың елін шапқанда, сонда білдім мен деді. Елден әскер алуға шыдамады ана бетіміз. Сонан соң келдім қалмаққа таман бармаққа, еліне ойран салмаққа, ай қайрып жесір қалмаққа. Сүмбе темір алаңдай шаптым шеше қаласын, елімді шапқан қалмақтың шулаттым қатын баласын. Ай шешеміз сенің ұрған қатынның төбесін қойып шақ деді. Ой сол қатынның барлығын сабап қойдай, айдашы қасымда өзім болайын, қолын екі байдашы. Қалмақтың елін жинады, бекзаттарын өлтіріп сорлатып жанын қинады. Ай ноғайдан кеткен жесірдің тауып бәрін алады, бірнеше мың жан болып еліне қарай барады. 3 айлықтай жолдарға атаңа нәлет кәпірді, сабап соның барлығын алдына қуып салады. Қара бұлақ ақшағылы соған таман келеді, таудан төмен құлады, аяғына тас кіріп талай қалмақ жылады. Сонан соң жетті ұшқанға қалмақтарды қысқандай, бір күндері болғанда еліне таман таянды. Өзінің келді еліне мекендеген жерінің содан кейін ілгері озып Сарыбайға келеді. Сарыбай төбенің шығып бетін қасына оның келген соң, түстің аттан ер қосай сәлем беріп оған бұл. Сонда тұрып Сарыбай қосайды қалды танымай. Қай баласың сен деді, айтшы балам жөніңді танымадым мен деді. Сонда тұрып ер қосай жөнімді менің сұрасаң, қосайдың елін шапқан жау, артынан соның барғанбыз, айырып жесір алғанбыз. Сол соғыстың ішінде ерде болса сол қосай, қазасының жеткен ай, атанасын көре алмай, адам деп жүрген Қарабек, оны да кетті көре алмай, арманда болды ер қосай. Ой аты жөнім сұрасаң Сареке біздің осылай. Сарыбай сонда жылады, көзінің жасы төгіліп, енді маған күлерді дүниеде жоқ күйеу деп. Қабырғасы сөгілді, көзінің аққан жастары тамшыдай жерге төгілді. Сарыбайға танытпай ер қосай атына мініп алып, елін қондыруға кетті. Ал Сарыбай сол жылаған күйінде үйіне келді. Сарыбайдың қызынан айтқаны: ал ортасында алтылдың қызым жалғыз сененің, қосайдайын ерлерге
айттырған сені мен едім. Еліңді шапқан қалмақтың артынан кеткен ереді. Жаңаға бар мен алдым өліпті Қосай ере деді. Не қыламын мен деді ай, ақыл тапшы сен деді ай. Сонда Қарабек сөйледі ай, сөйлегенде бүйледі ай. Әй атамыз қайғырмашы сен деді ай. Жаңағы кеткен кісіңіз Қосай дайын ер деді ай. Білдірмей кетті атамыз ақыл қойып барлаңыз, сол кеткен Қосай балаңыз. Сонан соң Қосайдың елі келіп бұрынғы орнына қонады. Елін қондырып болған соң, бұрынғы еліне жеткен соң, Қосай қалыңды ойнауға күмістей-ақ күреңшені ерлеп жүріп кетті. Тігулі тұрған отауға Қосай келіп кіреді. Түсті күйеу деген соң алып тамақ жеңгелер күйеуіне барады. Отырған жерден мазақтап жеңгелер жауап айтады. Күйеу бала сіз деді. Ай, әкеліп қызды бермейміз, жалынбасаң біз деді. Қосай сонда қарады, керегеге барады. Қамшыны қолға алады, әрі қайсысын дойырмен қатындарды сабады. Қатын шығып жөнелді, енді күйеу құрысын, отауда жалғыз тұрысын. Қарабектей сұлуға қатындар сонда барады. Қарабекке сөйледі, әй Еркежан, күйеу жаман ол деді. Егер барсаң сен оған таяқтан өлесің сен деді. Сонда тұрып Қарабек соқты ма сөкті ме деді. Қатындар сөккен жоқ, соқты деді. Сөкпесе болар, сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді деп Қарабек қатындарға солай жауап берді. Сонан соң Қарабекті Қосайға берейін деп Сарыбай үлкен той жасады. Сол тойдан кейін Қарабек шатырынан шығып Қосайдың қасына келді. Ей Қарабек дейді сұлуың, лағылда маржан тағындай, ер Қосайдың көзіне көрінеді сағымдай. Жүрісін оның байқасаң ай, белгілі қарғын ағындай. Сарыбайдай байыңыз көктен шатыр көшертіп, көк жорға аттар пар жегіп, салтанатпен жүрдірді. Сонда келіп ер Қосай атқа мініп таң аладың ай, сұлу қыздың қасына батыр Қосай барады. Қызға дарып қарады, Қарабектей сұлуың Қосайға сондай жарады.